Биыл тәуелсіздігіміздің алғашқы қарлығаштарының бірі Тұран университетіне мерейлі 30 жыл. Ал осы еліміздегі ең ірі жекеменшік оқу орнының негізін қалаушы, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының президенті, Тұран университетінің ректоры Рахман Алшанұлы 75-тің белесіне көтерілді. Мерейлі күннің құрметіне орай өткен ғылыми мәжіліске көрнекті ғалымдар, еліміздің жоғары оқу орындарының ректорлары, елшілер, халықаралық ұйым өкілдері, лауазымды тұлғалар, зиялы қауым қатысып, мерейтой иесіне жылы лебіздерін білдірді. Экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы кеңесінің құрметті төрағасы Серік Ахановтың жүрекжарды сөздерінен мерейтой иесінің асқақ абыройы, биік болмысы сезіліп-ақ тұр. В начальной школе нас учили, что хороших людей на свете очень много, но в жизни они встречаются крайне редко. Однако среди нас есть все-таки один из них, и это Рахман Алшанович, наш грозный и милостивый работодатель. Он чудовищно симпатичен и силен снаружи. Он отчаянно слаб и интеллигентен. Он настоящий друг, особенно в беде. Он красноречив и умеет выражать максимум мыслей минимальным количеством слов. Он принципиален, но может говорить чистую правду, никого при этом не обижая. Менің тілегім, ашыласын асына, береке берсін басына. Кеше бүгін ертең де болсын үйде мереке. Кішіге тең бол, кішіге ізетті бол. Зор денсаулық, бақытты болашақ. Ғажайып ғұмыр тілеймін. Туған күніңіз, с днем рождения. Рахман Алшанұлының Қазақстан жоғары оқу орындары қауымдастығын абыроймен басқарып келе жатқанына биыл 20 жыл. Ректорлар қауымы білікті басшы, шебер ұйымдастырушы, көрнекті экономист ғалымды ерекше құрметтейді. Рахман Алшанұлына деген әріптестерінің ыстық ықыласы сахна төрінде ерекше байқалды. Рахман Алшанұлының өмір жолы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен тығыз байланысты. Ол көп жылдар бойы осы оқу орнында еңбек етіп, Қазақ ұлттық университетінің қалашығын қалыптастыруға орасан зор үлес қосқан. Жалпы Рахман Алшанұлының азаматтық тұлғасы, ғалымдық бейнесі, мемлекеттік, қоғамдық қайраткерлігі қазіргі таңда бүкіл білім ғалым саласындағы қауымға үлкен өнеге. Рахман Алшанович, сіздің бүгінгі мерейтойыңыз тек қана Тұран университеті, тек ағайындардың емес, бүкіл қазудың тойы. Бүкіл осы қазудың атынан, оқытушы профессорлар құрамының атынан, студенттердің атынан, бітірушілердің атынан сізге үлкен дұғай сәлемін, құттықтауын жеткіземін. Қабыл алыңыз. Шекаран сыйлықтарымыз бар. Бірінші бөлігі ол Қазақ университетіне сіңірген үлкен еңбек үшін біздің алтын медальмен наградтасақ. Аса қадірлі Рахман Алшанұлы, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары қауымдастығы ұжымы сізді мерейтойыңызбен жоғары оқу орындарының және осы салада аянбай еңбек етіп келе жатқан барша ғалымдардың, ұстаздардың атынан шын жүректен құттықтайды. 2002 жылы осы біздің қауымдастық құрылған еді. Осы 20 жылдың ішінде қауымдастық білім саласында, ғылым саласында көптеген инновацияның катализаторы болды. Ол сіздің еңбекқорлық арқасында үлкен ғылыми
білім саласындағы тәжірибеңіз арқылы. Сізді бүгінгі мерейлі жасыңызбен шын жүректен құттықтай отыра, сізге зор денсаулық, амандық, көптеген творчестволық табыстар тілегіміз келеді. Ұжымымыздың атынан және де біздің мына басқарма шешімімен сізді Ахмет Байтұрсынұлының орденімен марапаттаймыз. Рахман Алшанұлы елдестірмек елшілер мен халықаралық ұйымдар алдында да биік беделге ие. Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстан Республикасындағы тұрақты өкілі Властимир Самек, Польша Республикасының еліміздегі бас консулы Юзеф Тимановский, сондай-ақ түрік елшілігі өкілдерінің ғылыми мәжіліске арнайы келуі осының дәлелі. Құрметті Рахман Алшанұлы, құрметті храмдармен мырзалар. Коротко от имени представительства Организации Объединенных Наций в Республике Казахстан хотел бы выразить огромную признательность уважаемому Рахману Алшановичу за то, что на протяжении десятилетий со дня, когда открылся первый офис Организации Объединенных Наций в далеком 1993 году в городе Алматы, всегда с нами активно сотрудничал. И в результате, конечно, есть и то, что Организация Объединенных Наций его высоко уважает. Попросил меня тоже ассистент генерального секретаря ООН, господин Венчаров, передать лично привет, поздравить вас с юбилеем. И, конечно, Рахман Алшанович, хотели бы очень высоко оценить ваш вклад, прежде всего в то, каким способом вы подготовляете молодежь, чтобы наш мир был лучше, спокойнее, чтобы мы все могли жить в мире. Спасибо еще раз. Огромное поздравляю вас с юбилеем. Үлкен рахмет. Мерейтой иесіне Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошановтан, ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мырзадан, мәжіліс және сенат депутаттарынан, Аманат партиясы атынан құттықтау хаттар келіп түсті. Я благодарю всех наших друзей, коллег, ректоров университетов, международной организации, общественной организации. Мы всегда ощущали им поддержку, потому что мы отвечали добром на добро. Хорошее отношение к нам, мы, соответственно, относились и к другим. Поэтому наша страна сегодня идет впереди сложными путями, мир непростой сегодня, усложняется. И наша главная задача сегодня создать, чтобы Туран был точкой опоры нашего государства, нашего правительства. Хочу сказать всем большое спасибо. Пожалуйста, успехов. Давайте будем расти вместе, двигаться вместе, радовать вместе. Если проблем есть, решайте эти проблемы вместе. Спасибо вам большое. Рахмет. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, білім беру ісінің үздігі, парасат, барыс, халықтар достығы ордендерінің иегері. Бұл Рахман Алшанұлының отандық білім мен ғылымды дамытуға қосқан өлшеусіз еңбегінің шынайы бағасы.